Неге бизнес жасамайсың десе, ақша жоқ деп қояды. Қанша керек саған бизнес жасау үшін? 5 миллион ба? Келді алып кет мына жерден. Бірақ біздің қазақтың айтып жүрген депрессиясы бұл мода ғой, мода. Түсіндің ба? Біздің қазақ білмейді депрессия не екенін. Айтайыншы, білім алып жүрген адам депрессияға түспейді екен. Қазақта аштық жоқ. Қазақта аштық жоқ. Аштық жоқ дегеніміз, біздің қазаққа дүние керек емес, түсіндің ма? Керек емес. Керек емес болды екен, үндемей отыру керек. Бірақ бүкіл қазақтың жылап жүргені жаңағы ақша керек дейді. Ол айта береді ақша керек деп, бірақ шынымен де ақша керек емес. Қазаққа ақша керек емес негізі. Сондықтан да Алла Тағала айтады, кедейдің тәкаппарынан сақта дейді. Өзі кедей, еще тәкаппар ғой. Ассалаумағалейкум, құрметті Жеңіс Орда YouTube каналының көрермендері. Сіздермен бірге Жеңіс Орда командасы. Біздің кезекті подкастымыздың тақырыбы депрессия төңірегінде болады. Адам не үшін депрессияға түседі, одан шығудың жолдары қандай, және де ешқашан депрессияға түспеу үшін не істеу керек. Осы тақырып төңірегінде қазір сөз қозғайтын боламыз. Депрессиядан кеше шықтым. Депрессия деген жалпы қалай түсіндірсек болады. Мен ойлаймын, жер бетінде депрессияға түспейтін адам жоқ сияқты. Сіздер депрессия соңғы рет қашан түстіңіздер? Жалпы депрессия деген шығу жолдары бар ма? Депрессияға түспеудің жолдары бар ма? Адам не үшін депрессияға түседі? Осы қазіргі уақытта өте актуальный мәселелердің бірі. Қазір, тем более, қазіргі заманда депрессияға түсу ықтималдығы жоғары сияқты. Депрессияға қашан түстіңіз? Білмеймін, мен депрессияға былайша айтқан кезде не екенін білмеген соң, может, түспеген де білмейтін шығармын. Депрессия деген не ғой ол? Ауру болғанда негізі депрессия деген адамның ауруының аты бар негізі. Бірақ біздің қазақтың айтып жүрген депрессиясы бұл мода ғой, мода. Түсіндің ба? Біздің қазақ білмейді депрессия не екенін. Не білмейді? Потому что ол тоже мына неден келе жатқан, мына батыстан келе жатқан термин ғой ол. Түсіндің ба? Адам көңіл күйі түсіп кетсе, бірдеңе деп ат қою керек оған. Баяғыда настроением жоқ дейтін еді орыстардікіндей алып. Көңіл күйім болмай тұр, шаршап жүрмін, ұйқым кеп тұр, бір нәрсеге жыным кеп тұр дейтін еді ғой. Сөйтіп айта береді да, бір күнді тұрды да, бір адам именно осындай бір жағдайға түскен кезде, ол депрессияда жүрмін деп. Енді ол ақылды ғой, енді көрмейсің, ол кітап оқиды, ол кино көп қарайды, шетелде депрессия деп айтып жатыр ғой. И осы күйді алды да, мен депрессиядамын деп еді ғой. Ана кісі тұрады да, значит, мен депрессияда тұрмын ғой дейді да ол, түсіндің ба? Сөйтеді да ол бір нәрсеге жынданса да депрессия, настроениесі болмай тұрса да депрессия, түсіндің ба? Жоқ ол нәрсе негізі. Яғни біздің қазақта жоқ ондай нәрсе. Депрессия деген ол ауыр нәрсе. Енді айтайын, кімде-кіммен депрессиядамын десе, бұл адам мен шүкірсізбін деген сөз ғой. Түсіндің ба? Депрессия деген кімде болады? Дінсіз адамда болады. Қытайда болуы мүмкін. Мысалы, Қытайдың елінде, енді оның ішінде мұсылмандар да бар ғой, бірақ жалпы Қытайдың өзі бір діні жоқ мемлекет қой. Яғни мұсылман емес мемлекет қой. Америкада мысалға көп халық жалпы діни мемлекет емес. Европада да мысалға діни мемлекет емес. Олардың ондай екенін қаяқтан білеміз? Олардың жаңағы адалына қарамай, арамына қарамай тамақ жей беруі, олардың жаңағы не деп айтамыз, екі жыныстылар жаңағы бірдей жыныстылардың бір-бірімен жыныс қатынасқа түсуін қолдауы деген. Осы нәрседен де дінсіз екенін біле беруге болады, былай айтқанда. Яғни осы дінде болмаған адам жалпы Құдайды білмейді. Құдайды білмеген адам Құдайға шүкіршілік ете алмайды, түсіндің ме? Енді қараңызшы, сол депрессияда жүрмін деген адамның өзін қарайтын болсаң, сол адамның қолы бар, аяғы бар, басы бәрі түгел. Қараңызшы, осы нәрсе болып тұрып адамда, менің көңілім бір нәрсеге толмай тұр деп айту, ол проблема ғой, түсіндің ме? Демек, бізде не нәрсе болады? Қазіргі уақытта айтайық, депрессия деген сөзді айтатын болсақ, қазір көбіне неге ол нәрсе көбейіп кетті деп айтатын болсақ, адамдардың сондай. Халықтың арасында жиі естіледі, біреуден сұрап қалсаң, депрессиядамын. Не екенін білесіздер ме? Бұл мынау әлеуметтік желі, қазір бәріміз Инстаграмдамыз, бәріміз ТикТоктамыз. Осыған қарап отырған кезде біз біреудің
өмірін көре аламыз. Біз біреудің саяхаттап жүргенін көре аламыз стористен. Біз біреудің жетістікке жетіп жатқанын көре аламыз. Именно көре алғандықтан да көре алмаймыз ғой біз соларды, түсіндің ба? Түсіндің ба? Біз соларға қарап өзіміздің өмірімізді салыстырамыз. Сондықтан да пайғамбар не деп айтады? Дүние мәселесінде өзіңнен төменге қарап шүкіршілік ет дейді да. Білім мәселесінде өзіңнен жоғары қарап талпын деп жатқан содан ғой. Қазіргі уақытта бүкіл адам инсанға не салып жатыр? Дүние салып жатыр. Өзінің саяхатын, өзінің алған киімін, өзінің алған сотовый телефонын, жеген қымбат тамағын, барған тойын деген сияқты салып жатыр ғой, дұрыс па? Яғни бұл адам салып жатқан адам сені сөйтіп әдейі сөйтіп жасатпаған шығар, енді ол сала берсін, ол өзінің құқығы ғой енді қалай болғанда да. Бірақ соны қараушы адамның өзі сол нәрсеге дұрыс көзқарасының болмауынан ғой. Бұл адам бұған қарап молодец, керемет, артығымен болсын деп айту әркімнің қолынан келе бермейтін шығар. Бірақ біреу адамдар соны көріп, кәдімгідей өзінің өміріне көңіл толмай жатыр. Көрдіңіз ба? Сосын келеді да, қазір шықты әңгіме. Менің күйеуім таппайды ақша деген. Оның күйеуі нормально тауып жүрген адам ғой, бірақ оның күйеуі ананың күйеуіне қарағанда таппайды да, түсіндің ба? Салыстырып жатыр ғой, түсіндің ба? Жұрттың бәрі былай айтқанда мынандай жасап жатыр, қаяқтан біледі ол? Маяқтан көріп жатыр ғой. А менің күйеуім үйде отыр. Отырсын ол. Неге отырмайды? Бір шаруа істеп отқанша, бір күтіп отқанша бір нәрсені деген сияқты, дұрыс па? Сол сияқты, сондай нәрсе болып қалғанда жаңағы біреудің табысына қарап, өзінің табысын, күйеуінің табысын жаңағы не істеу деген сияқты. Сондықтан менің ойымша депрессияға түсудің өзі негізі күнә, негізі менің ойымша. Негізі мен ойлаймын, депрессия деген анда адам мысалы белгілі бір ступор, тупикқа келіп қалады ғой, сөзін не істейтінін білмеген кезде ол адам депрессияға түседі деп ойлаймын. Енді оның жолы бар да, мысалы айтайық. Біз неге қазір уақытта қақсап жатырмыз? Білім ал деп қақсап жатырмыз. Даму деген не дейміз ғой? Даму деген не деген? Бір жерге тупикке келдің ба, осы жерде білім аласың да шығып кетесің. Жүре бермейсің онымен. Жүріп келесің да тағы да келіп бітеді ғой сенің басындағы білім, дұрыс па? Келесің да тағы бір тупикке келесің да көтересің да кетесің. Құранда мындай аят бар. Тақуа адамдар үшін тупик жоқ. Яғни тақуа адамдар үшін Алла Тағала кез келген шығатын жерді тауып береді дейді. Түсіндің ме? Айналып келгенде бұл, яғни депрессиядан шығудың бірден бір құралы ол тақуалық екен да. Ал тақуалық ету үшін білім керек. Яғни сен діни білім алуың керексің, былай айтқанда. Түсіндің ме? Енді ол діни білімді алғаннан кейін ол жерде сабыр туралы айтады. Ол жерде Аллахтың бар екені туралы айтады, барлық нығметтер туралы айтылады да. Енді соны қалай мен әрекетімді өзгертемін деген кезде дүниеви жаңағы білімдерді алуымыз керекпіз. Түсіндің ме? Яғни айтайыншы, білім алып жүрген адам депрессияға түспейді екен. Жаңа айтқан сияқты. Не істейтінін біледі ғой. Демек, көрдің ба, демек мен не істейтінімді білмеймін деген адам, білмеймін деген білімсіз адам ғой ол. Түсіндің ме? Ал егер ол адам білім алатын болса, ол адам не істейтінін біледі ғой, демек. Түсіндің ме? Енді осы жерде келеді, қандай білім аламын деген сияқты. Әлемнің бүкіл білімі керек емес саған. Именно сен қай жерге тірелдің, сол жердің білімін алу керексің. Бізге дайректке миллион адам жазады. Жәке, қарызға кіріп кеттім, қарызымнан шыға алмай жатырмын, не істесем болады дейді. Мен айтамын, именно сенің қарызыңа байланысты қарыз қазақ деген не бар, курс бар. Соны ал десем, қойшы дейді. Тұра берем осы, түсіндің ба? Тұра берем, алмаймын, тұра бер. 2 жылдан кейін қайтадан сол сұрақ қоя береді ол. Ол тұр ғой әлі, түсіндің ба? Мына білімді алса кететін еді ғой. Содан бір адам тұрады айтады, өмірі қолыма ақша жинай алмаймын мен. Білмеймін, ақша жинай алмайды. Тауып жатырмын, бірақ жетпейді дейді ғой. Енді именно осыған байланысты бізде қаржылық еркіндікке шығу алгоритмі деген 3 күндік формуласымен қосылған сабақ бар десе, жоқ. Оланда ішінде андай бар да, маған міне сатып жүріп жатыр. Мен тыққыштап жатыр, көрдің ба? Мен оған сол білімді ал десем, жоқ. Қазір айтамын оның не екенін. Сосын тұрады бір адамдар бар, бизнесім жүрмей жатыр, жасадым, жауып тастайын ба, бүйтейін ба? Айналайын, бізде 32 күндік бизнес практикум бар. Бизнесіңді жүргізгің келетін болса, жаңадан ашқың келетін болса, немесе жүрмей жатқан бизнесті жалғастырғың келетін болса, осыны оқып алсаң бүкіл проблеманы шешесің десе, қымбат қой дейді. Онда жүре берсе депрессияда. Көрдіңіз ба? Сонда адамдар тұрған уақытын есептемейді, жүрген уақытын есептейді.
тұрған уақытың одан да қымбат қой. Простой деген бар ғой. Айтайын ба, сенің қолыңда бір фура бар деп айтайық, дұрыс па? Сенің фураң жүріп ақша табу керек па, тұрып ақша табу керек па? Жүріп ақша табады ғой. Дұрыс па? Сондықтан да ол фура жүру үшін бензин керек па? Иә. Енді билесең, фураны давай жүргізіп ақша тапсайшы десе, бензин қымбат қой десең. Сәлақ қымбат қой десең. Не деп айтамын, дұрыс па? Енді ол жүру үшін ақша керек емес па енді? Яғни ол жүру үшін сәлақ құю керек емес па ішіне, дұрыс па? Сәлақыны қымбат деп тұрғызып қойсаң, онда тұра береді. Ол не істейді тұра беріп? Қалтаңнан расход шығара береді, ол дұрыс па? Пайдасы жоқ. Адамдарды сенің жаңағы төлейтін ақшаң бар емес, ол сенің бензиның ғой, айналайын ол. Машинаңды алып алды, бензин жоқ деп жұмысқа барма онда. Қалай онда? Бұл өмірде бір шығын шығармай қалай сен алға қарай жүресің вообще? Соны түсіндіре алмайтынбыз ғой біз халыққа. Енді сол адамды айтайын ба жаңағы? Білім бар десе бара береді ғой әр жерге ше, бірақ жаңағы білімдер емес қой. Қаржыға байланысты білім емес, анаға байланысты білім емес, мынаған емес. Бір жерде нетворкинг бар десе бара береді. Ол адам сол жерден бір нәрсе тауып қалар. И тегініне барады сол. Мастер-класс десе бүкіл сол жерде жүреді. Келеді ғой, бір 100 адам келеді. Соның ішінде бір 20 сатып алады, қалған 80-і сондай ниетпен келген ғой. Өз жерден бір нәрсе іліп кетемін дейді. Іліп кете ала ма ол жерде? Бір ой іліп кетер, бірақ оның өзі ары қарай толық білім емес негізінде. Негізі сонда. Былай тұжырым жасасақ келісесіздер ма? Депрессия деген сенің өзіңнің өміріңді қабылдай алмаған кездегі жағдай деп. Сен миыңда бір картинка бар, менің өмірім мынандай болу керек деген идеальный. И сен реальността өмірің ондай болмай қалады да. И сен ана өмірді қабылдағың келмей қалады. Ана сөз есіме түсіп отыр. Жаңағы біреудің өмірі деген. Получается, бағана Жеңіс мырза айтып кетті ғой. Депрессия деген телефоннан қарап отырамыз да басқа біреу сияқты өмір сүргіміз келеді деп ше. Сөзде оған орыстың сөзі есіме түсіп кетті да. Бір жерден оқыдым ба, естідім ба, есімде емес. Заработать на еду не проблема, заработать деньги не проблема. Проблема в том, что ты хочешь жить как другие дейді. Получается, ол жердегі жаңа айтып отырсың ғой, өзіңнің мынандай картинаң бар деп. Негізі ол картинасы бар да, бірақ ол картинаға қалай жүрем деген нәрсесі болмай тұр ғой оның. Қалай жүру үшін, допустим, сен жаңа мысалдағыдай, сен үй салғың келеді, бірақ ол үйді неден салуын, қалай салуын, қай жерге салуын, жалпы қалай реализовать етуін білмесең, онда сен басында жай ғана ана ой жүре береді, жаңағындай депрессияда жүре береді. Оған жаңағы туып тұр ғой, келдің ба, білмедің ба, онда білім ал дегеннен туып тұр ғой. Бір сөзімізде мындай нәрсе бар. Жаңа сенің сұрағыңа байланысты айтып кететінім, мысалға бұны жас жұбайлардан білуге болады. Мысалға екі жас жұбай енді үйленейін деп жатқан кезде олардың екеуінің көз алдарында бір сурет болады. Яғни біз үйленеміз. Үйленгеннен кейін біз балайына барамыз. Сосын Дубайға барамыз. Дубайдың жағасына да теңіздің жағасына жүгіріп жүреміз дейді да. Шай құйып отырады ғой. Сол кезде ана келіннің көзінің алдындағы суретімен жаңағы оның істеп жатқан суреті сәйкес келмей қалады да, мен ажырасам дейді да. Ол сондай болады да, яғни бағана қабылдай алмау деген сөз бұл психологтардың сөзі ғой, қолданатын қыбылдау деген ше. Қабылдау дегенде как она есть ғой, былай айтқанда сен қалай барсың, енді сол нәрсе болғаны жақсы ғой, бірақ енді болмай жатыр енді қазір. Жоқ деп айтпа, болмай жатыр деп айт деген сияқты. Болмай жатыр енді болады да деген сияқты, үміт етемін деген сияқты ғой. Сондықтан біз әрқашанда нәтиже деген нәрсе осындай мен ойлағандай болу керек деген сияқты болмайды. Мысалға кеше келе жатырмыз, келіншегім әдемі торт алған да, әдемі торт алған. Сосын әдемі жаңағы ваниль деген бір неден бір әдемі торт алған да, сосын тағы бір зат алған. Соны жаңағы неге пакетке салып қойған. Самолетпен келе жатырмыз. Самолеттің жоғарыдан қойып қойдым. Сөйтсек, ана самолетті қойған кезде оның ар жағында бір адам киімін қойып қойған ғой енді. Енді түсіп атқан жоқпыз ба бәріміз. Түсіп атқан кезде ана әйел оны қарай ма, ол басқа біреу. Алады да ар жағында өзің киімін алып қойған кезде анау айналып жерге түседі ғой. Ашып қойған кезде торттың беті осылай қойған. Енді мен келіншегім қып-қызыл. Настроениесі бұзылып кеткен да. Мен айтам, бұл әдейі істеген жоқ, дұрыс па? Ол жақсы енді, қолапайсыз. Ашуланып тұрсың. Бірақ осыған бола ашуланудың не қажеті бар деймін да. Түсін ба? Әдейі істеген жоқ, дұрыс па? Яғни сенің қолыңмен істесе, сенің қолыңмен болса, сен айтуың керексің.
мен негізі дұрыс істемеппін, негізі былай қою керек еді деген сияқты сабақ аласың болды. Бірақ сенің қалауыңмен, яғни бір адам әдейі істемеген, если даже әдейі істеген кездің өзінде де сенің әрекетіңнің қатысы жоқ, яғни сенің ешқандай бір әсер ете алмайсың нәрсеге. Болып қалған нәрсеге бағана айтқан сияқты қабылдау керек. Өмірде сенің қатысуыңсыз болып қалған нәрсеге қабылдай беру керек та. Түсіндің ба? Вот қай уақытта сенің қатысуың болады, оған депрессиямен отыра алмайсың, бағана айтқан сияқты сол нәрсені шешуге тырысасың. Мысалы бір сөзімді айтып жүрміз ғой біз. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи 40 жасында жаңағы пайғамбар болған кезде қазіргі тілмен айтқанда депрессивный состояниеде болған деп айтып жүрміз біз. Бұл кісіде действительно мындай сұрақ болған. Мен бұл өмірге не үшін келдім? Не істеп жүрмін мен? Мен осылай жүре берем ба? Құдай бар ма? Мен жаратушым қайда? Мен не істеуім керекпін деген сияқты сұрақтар бұны мазалаған да. Мазалап отыра бермеген да ол үйде. Түсіндің ба? Ол ана Хира деген тауға шығып кеткен да. Сол жерде отырып не істесем екен деп бір жоспар құрған да, жалпы осы жерде отырып не істесем екен деген сияқты. Дайындалуым керек па? Ойланайын. Көрдіңіз ба? Сол ойланып отқан кезде Алла тағала шешімін берген ғой сол жерде. Көрдіңіз ба? Біз хотя бы ойланбаймыз ғой. Біз жатып аламыз ғой. Біз ұйықтаймыз ғой. Депрессияда жатым деп біреудің инстаграмын қарап отқанға кетеді мысалға. Түсіндің ба? Депрессияда жатсам ойлану керек та. Именно қай мәселеде депрессияда жатсың? Именно сол мәселені шешу үшін не істеуім керекпін? Мерейге хабарласам ба, бағланға хабарласам ба, дұрыс па? Есігіне шығам ба? Қар күрейін ба әлде? Машинаға мініп кетіп қалайын ба? Басқа қала ауыстырайын ба деген сияқты. Менде де болады мысалға сондай состояниелер болады, бірақ мен бірден айтамын. Мен жігіттер, мен шетелге кетемін ау осы. Деймін да, просто бүйтіп қараймын да, болды, кеттім Мальдиваға. Потому что мен соның ішінде шешім бар деп ойлаймын да, соны іздеп кетемін. Тапсам табам, таппасам қайтып келемін. Дұрыс па? Отыра беру проблема ғой. Амал істе. Иә, отыра берсең действительно пресске түсесің. Шыға беру керек. Абу-Дабиға барып қайт, Дубайға барып қайт, Турцияға барып қайт, Египетке барып қайт. Сөйтіп кете бересің ары қарай. Тым болмаса көрші жақта паркқа барып қайт. Иә. Киноға барып қайт. Мен мысалға сондай болады, білесіңдер. Жиі барамын киноға мысалға. Кәдімгідей бүйтіп көңілім түсіп кетеді ғой, мен көңілім түсуге ешқашан да не бермеймін. Былай айтқанда көңілімді түсіруге өзіме өзім рұқсат бермеймін. Түсіндің ба? Көңілім түсіп кетті ма, көтеретін нәрсе тауып аламын, бітті. Ең болмаса айтамын жігіттер қымыз ішейік. Болады ғой, дұрыс па? Қымыз ішейік болды. Кеттік жүр, неге барып қайтайық жаңағы. Кинотеатрға барып қайтайық. Бір нәрсе жасау керек болды. Оған ақша төлейсің. Менде, например, жаңағындай бір сұрақтың жауабы болмай қалады ғой. Сол болмай қалған кезде мен, например, не істеймін? Менде андай өзімде, например, бір қағида дейтін өзім үшін бір ереже бар да. Мен аламда мына жаңағындай депрессивный состояние деп айтамыз ба, білмеймін. Сол нәрсе жақындап қалған кезде менде бір орында тұрмау деген бір неважно бір нәрсе істеу керек та. Бағана андай мен одан например, ол көңіл күйімді көтерем деп емес, бірақ анадан бір шығу. Возможно, например, мен мынаны істесем, может, жаңағы шешім табылады деген сияқты амалын істеймін. Мен, например, мысалы, бағана сұрап едім ғой, қашан соңғы рет депрессияға түстің деп. Сол кезде мен қателеспесем, мен сол Талдықорғанда жүрген кезде уже қарыздарға кірдім, кредиттарын толып тұр. И уже не істеймін, үйде жүрген кезде постоянно Каспиретке продукт аласың ғой. Яғни жерде мен не істеймін деген не болды да менде. Как будто тупикте тұрған сияқты ше. И мен тұрдым да, тупикте тұрған кезде понедельник күні командировкадан келдім да, среда күні болды, мен Алматыға кеттім дедім да. Сол бір күн бұрын ғана әйел бала шағама мамам айтты да, мен Алматыға кеттім деді. Менде бір жақсы әйелім, үйдегі әке-шешем ешқашан жоқ оны істеме демейді. Мама айтады, жортқанда жолың болсын дейді, болды да. Әйелім айтады, сен не істесең де сенікі дұрыс деп ойлаймын дейді. И сен болды, алдында Алматыға кетіп қалдым, қалтамда 230 мың теңге бар, барында квартира снимать еттім да. И бір какой-то бір амалдарын істей бастадым. И каким-то образом, мысалы, амалын істей берсең, бір Алла әйтеуір несін шығарып береді да, жолынан. Себебі бағана қағида қандай деген кезде любой нәрсе бір орында тұрмау керек деп ойлаймын да. Судың өзі амал істемесе сасып кетеді ғой.
сол сияқты жалпы өзіміз де бір нәрседе тұрған кезде қатып тоқтап қалмау керекпіз деп ойлаймын. Потому что өзінің біліміне сай әрекет істеу керек. Кем дегенде білімі болмаса да білімінше әрекет істеп көреді, мына жағынан істеп көреді, мына жағынан істеп көреді. Егер ол дұрыс болмаса, онда білім алу керек болады. Егер білім алатын возможность болмаса, жаңағындай қайтадан өзінің білім подсказка беретін адамдардан сұрап барып, каким-то образом амалын істеуді тоқтатпау керек екен да. Например, амалын істеп барып, мысалы, Алладан, я Алла, мен мынандай амалды істедім, сол кезде көмектессе десе ғана, былайша айтқан кезде көмегін береді деп ойлаймын. Себебі егер ол амал істемесе, например, ода мүмкіндігі бар да, егер ол амалын істемесе, қай жақтан кім көмектеседі оған келіп? Ол өз-өзіне көмектесетін возможность болып тұр, көмектеспесе ше. Кез келген уақытта былай ғой. Мүмкін Алла тағала сол амалды істеу үшін саған сол нәрсені беріп тұрған шығар деген сияқты. Иә, мүмкін. Солай ғой. Кеше біреу сұрақ қойды маған. Маған келіп тұр бір қиындық дейді. Ол маған келіп отқан қиындық па, әлде мүмкіндік па дейді. Мен енді былай деп айта салдым, енді асығыстау болып қалды да. Хабиб пен Конор сияқты ғой дедім. Хабиб чемпион болған мүмкіндік болып тұр оған дедім. Бірақ Конормен төбелесу керек дедім. Конормен төбелесу оңай нәрсе емес дедім. Бірақ жеңсе чемпион болады дедім. Не деймін басқа? Яғни өмірде сондай да. Ол сен бір мүмкіндікті кеп тұрады саған. Сол мүмкіндікке бір қиындық кеп тұрады да. Мысалға экзамен деген нәрсе бар да. Экзамен оңай нәрсе емес қой. Бірақ экзаменнен өтсең, оқуға түсіп кетуі мүмкіндік та. Өмірдегі любой нәрсе экзамен ғой, былай қарап отырсаң. Сонда біз ойлаймыз ғой, жаңағы маған мүмкіндік келіп тұр, тез жете саламын деген сияқты. Ол мүмкін емес қой, былай айтқанда. Ондай жағдайларда болады, бірақ көбіне арасында бір барьер тұрады да. Именно жаңағыдай келіп тұрған депрессивный состояние, депрессивті жағдайдың өзі мүмкін сенің осы жерде ізденуге жасап тұрған мүмкіндік шығар. Трамплин. Иә, ізденуге. Мысалға болады бізде бизнесімізде де болады ғой, продукция өтпей жатады, адам аз болып қалады, клиент аз болып қалады. Сондай болған кезде не істейміз деп отыра беріп, басын салбырап отыра берсең, отыра бересің. Сосын тұрасында мынаны істеп көрейік деген кезде, именно мынаны істеген кезде жаңағы ашылып кетеді ғой. Сонда саған продукцияның, өнімнің адамдардың кемей қалуы, бұл Аллахтың қалауы ғой. Яғни сен мынаны істеп көру үшін мына жағдайды саған беріп тұрды. Негізі солай деп түсінуіміз керекпіз негізі. Осы кез келген бір көңіл-күйің түскен кезде мен әрдайым құтқаратын нәрсе, мен өзімнің дәрігерлік кезіндегі өмірімді еске аламын. Өйткені мен реанимацияда көп жүрдім. Сол кезде менің бір пациентім болды. Пациентімнің миының ішінде бір ісік болды. Мен каждый раз оған барамын, барған кезде оның судорог ұстап қалады да, судорог ұстап қалады. Кейін ол судорогсы қайтқаннан кейін мен оны барып жұбатамын. Уайымдамаңыз, барлығы жақсы болады алдағы уақытта деп. Бірақ мен өзім іштей біліп тұрмын да, ананың миындағы ісік ол күннен күнге ұлғая береді. Бірақ мен адамға айта алмаймын да ше, сен миың ісік ол өсе береді, сен жазылмайсың деп айта алмаймын да. Бірақ оған сонда да жұбаныш айтамын да, барлығы жақсы болады, уайымдамаңыз деп ше. Сондай кезде мен жүрегім қарс айырылады да. Анау қарапайым денсаулығынан айырылып қалғанда бір пациенттер болады. Олар өздігімен тамақ іше алмайды да ше. Ол жатқан кезде ол өзі демала алмайды да даже. Қасында аппарат бар, аппаратпен трубмен өкпесіне прямой жалғап қойған, сол аппарат арқылы демалады. Бірақ өзі ояу, көзі ояу, есін біліп тұрады, бірақ өзі демала алмайды да. Бір пациенттер болады, өзі тамақ іше алмайды. Оның қолына қасығын ұстайсың да, аузына қолыңмен апарып бересің. Ана сонда да жан-жағына тамызып, ағызып әрең жейді. Кейбір пациенттер болады, оның мұрнына жаңа зонд дейтін болады, соны салып, шприцпен айдап тамақ бересің. Кейбіреулер өзі дәретке де бара алмайды ғой. Арнайы бір катетерлер болады. Сол катетер арқылы өзінің зәрін сыртқа шығарады да. Қараңызшы, өмірдегі қолда бардың қадірі жоқ дейді. Қазақ атамыз айтады да, ең бірінші байлық денсаулық дейді. Қарап отырсаңыз, біздің дәл қазіргі жағдайымызда көптеген нығметтер беріп қойғанда ше, мен аналарға қараймын да ше, уайымдама, барлығы жақсы болып кетеді деп айта тұрып, өзім жүрегім қарс айырылады ғой. Қандай да бір маған бір ситуация келіп қалған кезде, маған
азанда көбіне ұйықтан тұрған кезде маған мотивация болатын нәрсе: Бағлан, сенің денің сау ма? Сау. Сен өз еркіңмен демалып жатсың ба? Сен өзің демалып жатсың. Саған бір аппаратпен көмектесіп жатқан жоқ. Сен өз еркіңмен дәретханаға барып келіп жүрсің ба? Иә. Сен өз қолыңмен тамақ ішіп жүрсің ба? Иә. Бүкіл байлықты саған беріп қойыпты ғой. Саған тағы бір күн туды ма, демек саған тағы бір мүмкіндік келді деген сөз. Сен осы күнді пайдаланып қалуың керексің, сен тағы бір мүмкіндік деп. Сен ана адамға қараған кезде сен әлде қайда бай адамсың сен. Менің осындай дәрігер болғанымның осындай шағым айтудың өзі күнә дейші сондай адамға. Иә. Өйткені біз оны көрмедік та. Адамның миы, мен дәрігер болғаннан кейін солай білемін, адам миы қызмет. Адамның миы тек салыстырмалы қызмет жасайды да. Мысалы, мен больницада жүргенде, реанимацияда жүрген кезде менің көрген адамым жаңағы денсаулығы жоқ, өмір мен өлімнің арасында жатқан адамдар болды да. Мен соларға қарап өзімнің шамалы тәуір екенімді сезінемін да, өзім шүкіршілік етемін ғой. Ал кейіннен Инстаграмға кірем, сырт жаққа қараймын, Дубайда жүр, там қалтасында миллиондар, соған қараймын да, одан төмен екенімді сезінемін да. Мына адамға қарап мен өзімді бақытсыз сезінемін, мына адамға қарап мен өзімді бақытты сезінемін да. Бірақ айналып келген кезде менде состояние біреу-ақ та. Мәселенің барлығы салыстыруда болып тұр ғой. Бағана кіммен салыстырасың, соған байланысты. Бағана айттыңыз ғой, дүние мәселесіне келген кезде өзінің төмендерге қараңдар. Бұл жерде бұл жай айтылған сөзіміз өте үлкен хикмет жатыр да. Әсіресе бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақжаулық, үшінші байлық оңсаулық. Оңсаулық деген жаңа байлықты үшінші байлық қылып қойған, материалды байлықты үшінші байлық қылып қойған. Ол керек емес деген сөз емес, ол үшінші байлықта. На самом деле қазір сіздің деніңіз сау ма? Сізге қандай да бір проблема келді ма? Қайта сіз қуаныңыз да. Сіз бір жүрген кезде бір дұға тіледіңіз, осындай болса екен деп, сол тілегіңізге жеткізу үшін осындай сынақ беріп тұрды, соны жеңесің, сосын барып сондай сен қалаған нәтиже болады деп өзім ойлаймын солайынан. Керемет, біраз нәрседен есеп алып, енді сенің жүрген жеріңде сол үлкен тағдыр болып тұр ғой енді. Шынымен де сондай. Маған да инсайт болып отыр негізі. Біз бәріміз білеміз ғой, там сондай адамдар бар екенін білеміз, бірақ көзімізде көрмегенбіз да, ондай нәрсені. Көрмегенбіз болғанда енді бір-екі рет былай көргенбіз да, бірақ массовы сондай бір жаңағы адамдар болып отқан ортасына түскенсің ғой сен. Иә. Өйткені мен сол жақта больницада өмір сүрдім десем де болады да, күнде өмір сүрдім. Өйткені каждый раз ана адамдарды көрген кезде өзіңнің просто так аман есен сау жүргеніне шүкіршілік етесің. Бүкіл қазақты бәріміз жинап алып, бүкіл больницадан бір өткізу керек ғой. Иә, негізі ондай сөз бар ғой, кім айтқанын білмеймін. Қандай да бір адам өзін депрессияда жүрмін деп ойласа, өзін онкология больницасына барып, бір аралап шықсын дейді да. Мен тағы бір мынандай ішінде де сондай бір не жасауға болады екен ғой. Мынандай бір ситуация болған. 4-ші стадия деген білесіздер ғой, рактың 4-ші стадиясы деген ол ең соңғы стадияда, одан кейін оның емі жоқ. Бірінші стадияда болса, жаңағы химиотерапия деген бар, дәрілер бар, оның өмірін ұзартуға болатын еді да. 4-ші стадия деген. Сондай бір пациент келіп тұр, қасына өзінің мамасы жаңа қатерлі ауырады, қызы келіп тұр. Енді ана дәрігерден сұрайды, не істейміз деген кезде, ана дәрігер енді сен өлесің деп прямо айта алмайды ғой, жаңа қалбалақтап, орысша вокруг да около дейді ғой, айналшықтап не айтарым мен, былайынан айтады, мынандай істеп көр, мынандай істеп көр деп. Бірақ енді прямо айтпағанымен ана қызы түсінеді да, сол жерде жылап жібереді ғой. Түсінесіз ба? Елестетіңізші, сенің қазір 2 айдан кейін өмірің бітеді десе, адам қандай чувствода болады? Сен қанша істелмеген тіршіліктерің бар, қанша орындалмай қалған мақсатың бар ше. Сол кезде жүрегің қарс айырылады да. Каждый раз маған бір сынақ келген кезде өзім бір депрессияға түстім деп адам өзі ойлайды, мен депрессиядан дейді. Сондай жағдайға келген кезде мен бірден сол өткен шаққа ораламын да, андай да, 1 қадам артқа, 2 қадам алға дегенше. Өткенмен өмір сүре беруге де болмайды. Өзіңнен төмен адамдарға қарап, мә шүкір екен ғой деп сол қалыпта қалып қоюға болмайды. 1 қадам артқа жасаймын да, я Аллам шүкір деймін да, уже 2 қадам алға жасауға тырысамын. Сондай болады. Яғни шүкіршілік деген сөздің өзін ашып айту керек. Шүкіршілік деген сөздің өзін дұрыс түсінбейді адамдар. Көбіне адамдардың түсінігі бойынша шүкіршілік деген нәрсе тоқтау, шүкіршілік деген нәрсе үндемей отыру, осыған қанағат етіп отыру деп ойлайды. Негізінде шүкіршілік ету деген сөз, жаңа айтқан сияқты қадамдарды жасап қалу. Мысалға айтайық, бүгінгі күніңе шүкіршілік ет деген сөз, ол шүкіршілік етем, бүгін жақсылап тұрып отырайын да, тыныш отырайын. Шүкір, не істеймін енді басқа деген сияқты. Оңай нәрсе емес.
яғни алла тағала пайғамбар айтады, кімде кім ертеңгісін ұйқыдан тұрған кезде денсаулығы болып тұрса, және елінде бейбітшілік болса, және өзінің бүгінгі жейтін тамағы болып тұрса, онда ол шүкіршілік етсін деген кезде именно сол нәрсені пайдаланып жұмыс жасап қалсын. Яғни жұмыс жасап дегенде өміріңдегі маңызды бір нәрселерді атқарып қал, отырма деп жатыр ғой. Енді біреулер айтуы мүмкін, жұмыс істеп қал дегенге дәлел қандай дейтін болса, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам түнде намаз оқиды, оған парыз етілген негізі. Сол тахаджуд намазын оқып отқан кезде Айша анамыз келіп айтады, сізді алла тағала күнәңізді кешіріп қойған жоқ па, сізді жәннатқа кіргіземін деген жоқ па, неге сіз қайта түнде аяғыңыз іскенше намаз оқи бересіз деген кезде пайғамбар айтады, мен шүкіршілік етушілерден болмаймын ба деп айтады дейді. Яғни маған беріп тұрған жоқ па осы жәннатты, мен күнәмді кешіріп тұрған жоқ па, енді соны пайдаланып қалмаймын ба, енді сол нығмет бар екен менде, енді мен сөйтіп сол үшін намаз оқымаймын ба енді деп тұр ғой, көрдіңіз ба? Яғни шүкіршілік ету деген сөз пайдаланып қалу, жасап қалу, істеп қалу деген нәрсе ғой. Сондықтан мен қазір айтамын, ақша, былай айтқанда, миы бола тұрып білім алмайтын адам шүкірсіз адам. Дұрыс па? Миың бар болып тұрса, жұмыс істеп тұрса, қабылдай алатын болса, пайдаланбайсың ба енді, соны шүкіршілік етпейсің ба енді? Дұрыс па? Осы Қазақстанда бүкіл жерде кәсіп жасау деген қиын ба, оңай ма, былай айтқанда? Көп қой, кәсіптің түрі көп емес па қазір? Осы Қазақстан осындай тәуелсіз болып тұрғанда, патшаң саған тиіспеймін деп тұрғанда, адамдардың барлығы айналаңда жаңа білімді адамдар болып тұрғанда, команда жинау мүмкіндігі болып тұрғанда, істеп қалмайсың ба енді? Шүкірсізсің ғой сен істемесең, значит. Көрдіңіз ба? Вот міне айналып келген кезде сол шүкірсіздіктің несінде өмір сүріп жатырмыз бәріміз. Еш нәрсені пайдаланып отқан жоқпыз біз. Қазір пайдаландым деп жүрген адамның өзі пайдаланып отқан жоқ. Кеше Дубайдың несін қарап отырмын. Дубайда Аль-Джумейра бар емес пе, үлкен пальма салған ғой, жаңағы пальманың несін салған кезде. Ананы қарап отырып, ана стройканы салған кезде мен айттым, мен мынау жынды екен дедім. Мынау жаңағы анау король бар емес пе, сол жынды екен ғой, нағыз бар ғой. Жоқ нәрседен бар жасайды ғой анау деген. Топырақ әкеліп төгіп келеді, ана жерге қаншама топырақты әкеліп төгіп, қаншама тас әкеліп, еще тасты туған жақтан бірдеңеден алып келіп, танкермен алып кетті, салып жіберді ғой, тұрып дейді, суға кетіп қалған анау. Жоқ болып кетеді. 30 метр тереңдік дейді анау. 30 метр тереңдікке бүйтіп жерге бүйтіп. Представь себе, сен келесіңде бір жерге бүйтіп тас салып қоясың, тас тік деп жерге түседі. Сол тасты тастап сол жерге қала салайын деватсың сен. Жоқ болып кетеді. Топырақ салып жібереді ғой, топырақ жайылып кетеді бүйтіп. Соны сала береді, ұра береді мысалға ше. Сөйтіп жаңағы жасайды ғой. Яғни бұл адамдар бар нәрсені пайдаланбақ түгілі жоқ нәрсені пайдаланып отыр ғой, жоқ. Уже бітті, пайдаланып тастаған ғой, уже бүкіл жердің бәрін пайдаланып тастаған. Ол қаяқтан пайда болды дейді анау пальма. Дубайдың өзінің тұрған жерін бәрін салып тастады қаланы. Мынау аз деп айтты дейді ғой. Мынау аз. Мынаған туристер сыймайды. Мынаған осындай турист келеді тек қана, осындай туристен осынша ақша түседі тек қана. Значит, бұл ақша табуға аз дейді. Жаңадан осып саламыз дейді ғой. Жаңадан салса. Сол анау ақша түсіру үшін жоқ нәрседен жақсы істеп жатыр да. Біз Қазақстан бар нәрсені істемей жатырмыз ғой. Енді мен қызық айтайын сіздерге. Біреулер айтады, Дубай дейді. Оларда нефт көп қой, сосын бай ғой дейді. Біздің Қазақстанның нефтісі бар ғой, мұнайы Дубайдікінен көп негізі. Дубайда бір ғана мұнай, бізде Менделеевтің барлық таблицасы бар, дұрыс па? Енді айтайық. Жаңағы байлығы көп адам жетістікке жете ма? Әлде білімі адам көп адам жетістікке жете ма деген кезде осы дәлел осы міне. Дубайда байлық көп емес, білім көп. Сондықтан да олар жоқтан бар жасады. Біздің Қазақстанда байлық көп, 9-шы орын аламыз, байлық көп, бірақ білім жоқ. Сондықтан да соңында жүрміз ғой біз. Сенің болған қолыңда бар байлығыңды игере алмасаң, неғып бай боласың сен? Дұрыс па? Соны игеретін білім болмаса. Енді келеміз, ана нефтіні, мұнайды Қытайға берді, ана жерді анаған сатты. Не істейміз енді? Сен істемейсің, дұрыс па? Мысалға айтайық, бір сиыр бар дейін, мысалға. Сиырды алып келеді де, бақ дейді саған. Сен баққың келмейді. Не істеймін ол сиырды? Өлтірем бе енді?
мына жерде бағатын адамға беремін да енді, дұрыс па? Іздеймін ғой мен. Мейір бағып бересің ба? Бағлан бағып бересің ба деймін. Мен балам бақпай жатыр. Ерінет ол. Бағатын білімі де жоқ. Сен айтасың, мәңгі жоқ, бағып беремін. Саған беремін. Сосын ана балам шығады да, үйдегі сиырды Мейірге беріп деп шықса, не деп айтамын, не жауап беремін мен оған? Сен бақпай қойдың дейсің. Сол ғой енді, түсіндің ба? Сондықтан халыққа керек емес, жерді анаған бердің, жерді бүттің, сен ал, сен істе. Мұнайды шығара аласың ба? Жердің астынан білімің бар ма? Оқып келдің ба? Жоқ па? Оқып келгендер істесін енді. Ол кім? Қытайда баяғы. Дұрыс па? Болды, осы спор бітеді, осы жерден бар емес па? Жоқ, отырып алып, үйде отырып аламыз да, біз жаңағы айналдырған бір айран сататын дейді, біреуіміз не дейді, сатқаны бір пиала айран дейді, бүкіл экономиканы шешіп тастайды дейді, отырып алып. Сол ғой енді. Бұл жерде яғни мүмкіндікті көре білетін де адамға қасиет керек та. Мысалы, кез келген қолындағы заттың потенциалын толығымен пайдалану дейтін нәрсе керек. Мысалы, постоянно пример келтіресіз ғой, сенің КамАЗың бар, 20 тонна көтереді, бірақ сен үнемі тек 5 тонна ғана көтересің. Бір күні біреу келіп. Енді қара, бірден айтайын, қазақ десек бәріміз ішінде бармыз ғой. Қазақта аштық жоқ. Қазақта аштық жоқ. Аштық жоқ дегеніміз, біздің қазаққа дүние керек емес, түсіндің ме? Керек емес. Керек емес болды екен, үндемей отыру керек. Бірақ бүкіл қазақтың жылап жүргені жаңағы ақша керек дейді. Ол айта береді ақша керек деп, бірақ ішімен шынымен де ақша керек емес. Қазаққа ақша керек емес негізі. Біреу айтсыншы қазір маған керек деп, мен бірден айтамын, не істейсің сол ақшаны? Не істейсің сен ақшаны? Қазір $1 миллион берсем, не істейсің десем бар ғой, отырып алып бірдеңелерді ойлап тапқысы келеді ше. Сол жерде. Мен осыдан 5 жыл бұрын менің түсіме кірген. Түсімде $1 миллион 4 жігіт болып, жаңағы ішінде Ерлан бар бәріміз. Ерланда қалмайды ғой мен түсімнен. Соның үшін жаңағы бір бизнес жасағанбыз, білмеймін. Осы төртеуміз $1 миллион бөліп алыппыз. Сол $1 миллион үй алып келіппіз да. Жатып алып, ұстап отыр $1 миллион доллармен тұр. Ойланып тұрмын, не істеймін енді мына $1 миллион? Машина алайын ба? Хорошо, машина көп болса, бір мындай машина аласың. Үй алсам мындай аласың. Қалады ғой андай ақша алады. Оны не істеймін? Деп, миымнан шығын шығара алмайдым ғой, шығын таба алмайдым ғой, керек. Кейін оянып кеткеннен ойланамын да, менің басымдағы проблема осы екен ғой. Неге мен $1 миллион таппай жүрмін десем, өйткені менің ішімде оны қаяққа жарататынын білмейді екенмін да. Сондықтан қазірден бастап мен айтатыным, саған ақша керек болу үшін сен бірінші армандап үйренейікші. Ақшаны қоя салшы, былай қоя салшы. Конкретно сен мына қалаға барғың келе ма, мынандай үй алғың келе ма, мынандай машина алғың келе ма, шынайы, просто біреудің қайталамай қойшы, анау 570 алыпты, менде 570 жоқ, керек емес, конкретно өзіңе ұнайтын алғың келе ма, оны алғанда не өзгереді өміріңде, қандай мынандай не аласың, сезім болады сенде оны алғанда. Сосын балаңа қандай осындай оқытатын бедің, өзің мындай курстарды алатын бедің, сен мындай бизнес жасайтын бедің, ол бизнес жасаған кезде кімге пайдасы бар деп жасап алайық та, сөйтіп ал да, мынаның бәріне $2 миллион керек қой деп айтшы. Сосын барып Құдайдан сұрашы, Құдай бермей ма саған? Береді. Илон Маск сөйткен жоқ па? Алады да, так мындай машина жасаймын, мындай жасаймын, мындай спейс жасаймын, аламды Марсқа ұшырып жіберемін, Марстың екі ортасы мынадай, оған мындай ақша керек, мындай топливо керек, дейді да бәріне сөйтіп $380 миллиард керек. Тартып алды ғой адамдардан. Дұрыс па? Болды, все. Бірінші біз білмейміз. Бізге бірінші маған бірінші ақша берсең. Потом көреміз ғой. Басын көреміз, иә. Көреміз, ақша бергеннен кейін бітті, далбалақтап кетесің ары қарай. Қаяққа жұмсайтыныңды білмейді. Сосын анаған қарызға бересің, мынаған қарыз, біз күшті ғой, қарызға беріп жатырмыз ғой. Қарызға беріп жатқан бірге сразу айтамын, сен беріп жатқан қарызың бар ғой. Анау көтере алмайсың ана ақшаны. Көп ақша келді, соны көтере алмайсың, әркімге таратып бересің. Беріп жатқан садақа да сол кәдімгі адамдардың бар ғой. Садақаны өмір бермейтін адамдар қалтасында бір 10 миллион тауып алсыншы бір жерден, 10 миллион бір жерден түсінші куш. Бәрін берекші болып кетеді. Жоқ кезде бермеген адам, ол просто көтере алмай жатыр ішінен. Түсіндің ба? Конкретно былай айтқанда соны мойындауымыз керекпіз. Бірінші армандап үйренейік, сол арманымызды жүйелеп үйренейік бірінші, не нәрсеге керек екенін. Сосын барып ол ақша келеді. Бизнесте де сондай. Неге бизнес жасамайсың десе, ақша жоқ деп қояды. Қанша керек саған бизнес жасау үшін? 5 миллион ба? Келді алып кет мына жерден. Қаншама адам болған. Бизнес неге жасамайсың енді ақша керек деген. Сосын айтамын, берге. Реально айтамын, міне шетін шығарамын. 5 миллион теңге. Қазір қанша керек дегенде 5 миллион дейді ғой. 5 миллион шығарамын да, десем,
мен әлі дайын емеспін дейді ғой. Мойындайды. Сен опасы дайын емессің сен вообще. Неде осыдан 5-6 жыл бұрын ғой, мысалы Талдықорғанда жүрген кезде дос балаларымызбен отырмыз ғой. Сол кезде айына 2 миллион 3 миллион теңге тапсақ, байып кететін жармыз, деп қоясың ғой, зато ақшаны қуып кететін жармыз деп қоясың ғой. Сол кезде по идее қазір қарап тұратын болсақ, ана жерде қуып кететін жармыз дегеніміз үшін де по идее біз ана психологтардың айтуы бойынша ақшаны атталып кететін болып тұрсың ғой. Не істейтін білмейсің. Сатуда да сондай мысалға. Айтып жүр ғой сатуда сондай. Айтады 100 адам отыру керек мысалға. Ешкім талпынбайды мысалға. Білесің бе не екенін? Сосын команданың адамдарға ақша керек емес. Ақша керек емес. Білмейді ол не істейтінін. Оған устраивает ол өмір. Қазіргі тауып жүрген 200 мың теңгесі бар ғой, сол жетеді соған. Сол өмірден шыға алмай жүреді. Оның басында жоқтандай, так мен точно Алла қаласа 3 айдан кейін мынандай машина алуым керекпін деген жоқ та ода, түсіндің ба? Егер сол болғанда, ол келетін еді ертеңгісін таң атпай келіп алып, кешкісін кеш кетіп, не болғанда да продажа жасап, ана жерде есептеп қойып та 10% алғанда мынша аламын деп есептеп қойып істейтін еді. Жоқ, керек емес оған. Мойындау керек соны сен. Мақсат қоя алмайды адамдар. Енді неге мақсат қоя алмайды деген кезде, оның өмірінің образы нашар да, түсіндің ба? Нашар. Түсіндің ба? Ол өзін мынандай бір ондай нәрсеге достойный емес, ондай нәрсеге лайықты емес адам ретінде қарайды да. Сол үстіндегі сол киіп жүрген баяғы тізе шығып кеткен киім, сол мініп жүрген автобусы, соны айналасынан шыға алмайды ол. Түсіндің ба? Ана ортаға түсуге қорқады. Еще сол адамда нетворкингке кел, біздің нетворкингте кәсіпкерлер болады десе, баруға қорқады ғой. Неге? Қалай барады? Оның үстінде нормальный костюм шалбар жоқ қой. Білесің ба, адамдар бар ғой, негізі нетворкингке келуге киім таба алмағаннан бармайды. Өзінің бағасы түсіп кеткен, бағасын білет өзін, түсіндің ба? Бұл адам ана адаммен тіл тапса алмайтын білет. Ана адам көп табады ғой. Адам аз табады. Оның қолында ұстап жүрген сотовый телефоны, үстіндегі киіп жүрген костюм шалбары, анаумен тең емес болғаннан кейін сол нәрсені көрсеткісі келмей барады да, бұл, түсіндің ба? Сондықтан да Алла тағала айтады, кедейдің тәкаппарынан сақта дейді. Өзі кедей, еще тәкаппар ғой. Эго бар да ода, түсіндің ба? Менің ақымақ екенімді көріп қалмасын ол. Ұялшақтық емес ол. Менің ақымақ екенімді көріп қалмасын ол. Сосын ақшам жоқ дей салады. Қолым тимейді деп қояды. Үйде телевизор жатыр сол. Инстаграмда жатыр сол. Сол қолым тимейді деген адам бар ғой, сол жерде жүргенде салған стористердің бәрін қарап шығады. Иә? Сторис қарап жатыр ол. Тәкаппар да, түсіндің ба? Оны істеу керек еді, сол жерде бару керек еді. Не болса да осы ғой менің денемдегі жаңағы ол не емес, сенің соткаңның арзан болуы, киіміңнің арзан болуы ол төмендік емес ол. Сенің эгоңның болып тұруы төмендік сол. Сол бейшара сияқты болып көрініп тұрсың ба? Ұялма. Солай бар. Қалай барсың, солай бар оған. Кіріп кетті, аралас. Ол $2,000 костюм кие берсін. Какая разница, сен сияқты адам ғой ол. Сонымен сөйлес. Сосын барып кіресің, түсіндің ба? Эгоны сындыру керек. Алдында бір жігіт сияқты. Эго любой адамда болу керек, бірақ вопрос до продажи или после продажи деймін. Күшті. Айтады ғой, депрессивный состояние дегенге тағы бір синоним сөз мотивацияның жоқтығы деп келтірсек болады сияқты. Адамда мотивация қай кезде жоғалады, мотивация қай кезде пайда болады? Мотивация деген нәрсені көп адамдар сырттан іздейді. Ана кісінің сабағына барып мотивация аламын, мынаған барып мотивация аламын дейді. Біріншіден дұрыс емес бұл іздеу, өйткені бір аптадан кейін ол сөнеді, бітеді деген сияқты. Екіншіден неге барады вообще? Неге барады? Мен білем, бізге келген адамдардың көбісі 80% бір жерден мотивация деген сабаққа қатысып келгендер. Сондыр келіп алып жамандап отырады жаңағы. Сол жерде мотивация алдық, ондай сабақ екен, деп. Мен айтамын, тұра тұр. Неге бардың? Бұл адам өзінің үйінен көбісі бір адам болмайсың деген сөзді естіп қалған адамдар. Өзің бағанағы өзін бағалауы төмендеп қалған адамдар. Сол жерге барғанда, сол жердегі адам тұрады да саған не істейді? Сен керемет жансың. Сен әрекетшілсің. Сен адам боласың негізі. Көзіңнен көрініп тұр сенің адам болатының негізі бар ғой деген кезде бар ғой. Өмір андай сөз естімеген ғой, ноше. Сол сөз анаған рахаттандырады ғой. Ішінен көрдіңдер ме?
мені де мойындайтын адам бар. Көрдің ба? Ала адамның бойы сол ғой, түсіндің ба? Сол сөзді естігісі келіп тұр ғой, сол сөзді есту үшін миллиондаған ақша төлейді ғой. Өзі де біледі өзінің ақымақ екенін негізі. Түсіндің ба? Жақсы бұл бір. Бұнымен бара бергеннен сен наркоман болып қаласың. Үйіңе барасың, үйіңе барып қайттан жан сөзді естисің ғой, дұрыс па? Өзің айналаңнан бір жақсы сөз естімегенсің ғой. Енді ана сөзді қайттан подтверждение алу үшін тағы да ақша төлеп тағы барасың, түсіндің ба? Ол білет сондай жаңағы мақтау алуды білет те, сол мақтау үшін барады. Жақсы. Енді екінші нәрсе бар, бұл нәрсені қою керек. Не істеу керек дегенде, өзіңнің ішкі мотивацияң бар, өзіңнің қадамдарыңнан, яғни өзіңнің істеген нәтижелеріңнен мотивация алу деген нәрсе бар. Енді папаң айтсын, мамаң айтсын, біреу айтсын, сен адам болмайсың деді ма? Хорошо, адам болмай ақ қояйыншы деді, кетіп қалды, бір жерге барды, қағазды алды. Мен қай уақытта адам болдым деп жазып қойшы. Мен қай уақытта адам сияқты өмір сүрдім. Сен кішкентай кезіңнен ес білгеннен бастап тұрып, осы уақытқа дейін бар ғой, істеген жетістіктеріңді жазшы. Мен мынша кітап оқыдым, мен 5-ке оқыдымын, мен бүйттім, мен сөйттім деп жазшы бәрін. Қарап отыратын болсаң, тізімнің ішінде бар ғой, сенің адам болған, адам сияқты істеген істерің табылады міндетті түрде. Өйткені ол мүмкін емес, адам баласы өмір бойы жаңағы оңбаған болып келе алмайды ол. Ол просто ұмытып қалған, түсіндің ме? Бір жерде сен біреуге көмектесіп жүргенсің, бір күні сен біреудің жаңағы істей алмай тұрған сен істеп жүрген болып шығасың, сен бір күні апай сені мақтаған болып шығады, соның бәрін теріп алды, соны көрді, мен адам екенмін ғой дейші, осыдан бастап өзің мотивация алуың керексің ғой. Түсіндің ба? Сондықтан мотивация. Енді бір қадамды жасады, өзіңе өзің қара. Бізде тағы да қазақта сондай нәрсе бар, өз-өзін бағаламаймыз ғой біз. Мә сен мысалға бағалады, сен керемет бар ғой, негізі ораторсың ғой десе бар ғой, қайш дегенсе. Түсінбеймін де, бір мынандай қазақ көрген жоқпын. Иә, мен керемет оратормын негізі деген адамды көрген жоқпын да. Мысалы, иә, сен күшті киінесің десе, қой, нормально ғой дейді. Айтсайшы, иә, әдемі киім негізі, жақсы киім деп айтсайшы. Біз мақтағанда да өзінше болып қаламыз ғой жаңағыдай ше, андай бүйтіп. Қай керек емес, айтпай ақ қой деген сияқты ана сыйлық берген кезде. Керек емес деп бір оны алып атасың ғой. Сен алайын депсің ғой бәрі оны, керек емес деп нең бар деймін да. Қуансайшы, сыйлық беріп жатқан кезде, керемет сыйлық, рахмет саған. Керемет сыйлық бар ғой. Бауырым, келші деп құшақтасайшы одан да, дұрыс па? Біз ана адамға да дұрыс жауап бере алмаймыз ғой. Сыйлық беріп жатса, қажет не еді, неге әуре болдың деп ше. Көке, анау саған сыйлық беріп жатыр ғой, саған көңіліңді көргісі келіп жатыр ғой. Кеше көрдім бір адам, анау әкесіне сыйлық беріп жатыр. Әкесін алып алып кетті. Мынау саған машина десе. Не деген адам деймін, біз сондаймыз да, біз бар ғой. Қуана алмаймыз ғой біз. Сондықтан сондай эмоция шығарып үйренуіміз керек, біз өзіміздің істеген ісімізге қуанып үйренуіміз керекпіз негізі. Үйде отырғанда кеше бір кісі айтты, жақсы инсайт. Мен айтып отырмын ғой, істеп жатырмыз ғой, Аллаға шүкір істеп жатырмыз, бірақ енді аз ғой істеп жатқанымыз. Әлі де сол көп нәрсе істеу керек деген кезде айтады, кім дейді, Жәке дейді, өзіңіздің істеген істеріңізге қайта-қайта айтып, өзіңізге мен істеп жатырмын, негізі мен мындай шаруа бітіріп қойдым деп көп айтыңызшы дейді. Сол кезде сол нәрсе алға қарай жылжытады сізді деп. Шынымен маған да инсайт болды сол нәрсе. Біз көп айтамыз ғой, аз істеп жатырмыз біз, негізі мұнша адамды істеу керек еді, біз мектеп әлі салған жоқпыз, біз кеше адам оқыттық, нәтиже әлі аз деп жатырмыз ғой. Бірақ қазірден бастап та ғой, вот сендерге де тапсырма, істеп тастаған жұмыстарымызды қарайық та өзімізге бір баға берейікші. Бір қарап отырсаң, біреулерден былай көптеген пайда келтіріп жатырмыз да, өзімізден мотивация алайық сол ісімізден. Ана уақытта істеп біз, мысалы, 1000 қазақты, қарыс қазақты оқыттық, қаншама пікір бар ана жерде, қаншамасы қуанып жатырмыз ба. 32 күндіктен қаншама кеше көрдіңдер ғой, 32 күннен көрген кезде мен жылағым келіп кетті ана жерде. Қаншама адам бірін соңынан бірін шығып, мен шығайын деп нәтижелерін айтып отқан кезде ана жерде. Бағана келдім, мысалы, Айбара ханым нәтижесін айтып жатыр. Неге біз қуана алмаймыз сол нәрсеге? Қуану керек, соның бәрі бізді алға жылжыту керек негізі. Бағана мотивация деген сөзден шығады. Мотивация негізі ниет. Мотив ол ниет, мотивация ол ниеттендіріп, өзіңді өзің күндегінде ниеттендіріп тұру керек болды все. Осы жақында бір сөз естідім. Адам өзінің бағасын білу үшін былайына мысал келтірген да, мысалы Уоррен Баффетті барлығымыз білеміз да, әлемде ең бай адамдардың бірі. Уоррен Баффетке саған айтады, егер сен Уоррен Баффеттің жасын береміз, Уоррен Баффеттің байлығын береміз десе, сен сол адаммен алмасар ма едің дейді да. Ойланып тұрды, оның қысқа ғана ғұмыры қалды ғой. Ал Уоррен Баффетке сенің жасыңды береміз деп айтса, Уоррен Баффет келіседі деп ойлайсың ба дейді.
ол міндетті түрде келіседі, өйткені сен жассың ғой дейді да. Сол кезде сенің бойыңда жас болғандықтан қаншама энергия жатқанын осыдан ақ сен біле бер дейді да. Осы сөзі мықты инсайт болды. Мынау деген бағлан, мынау деген маған мотивация беріп жүрді ғой деп. Мотивацион. Уақытымыз таяп қалды. Мейір мырза, соңғы бір сөз айтып жіберсеңіз. Соңғы сөз деген қайсысы екен? Соңғы сотта тұр соңғы сөз айтып. Жоқ, қорытындылап жіберсеңіз. Депрессия тақырыбына қорытынды. Бағана айтып отырсың ғой, негізі мына депрессия түскен және мотивация деген тақырыпқа екеуін келіп қалдық қой. Жаңа депрессия түскендерде негізі оларда мотивация бітіп қалған деген әңгіме қарасақ, негізі оларда мотивация жоқ емес. Негізі қарап тұрсақ, олар мотивациялар бар ғой. Бірақ олар бар ғой, ол сол мотивациясына мен ойлаймын, өздерін просто істей алуына сенбейді деп ойлаймын ше. Кейбір адам, потому что кейбір адамдар былай қарап тұрсам, мен анандай нетем деп мақсаттары ғана бар, бірақ просто ең үлкен проблемалар депрессия тағы да бір түседі дегені өздеріне сенбеушілік деген әңгіме болып тұр ғой. Мендегі ойымша ең үлкен алғашқы пайда болатындардың бірі негізі сол деген бір өзінің тұжырымға келдім да. Үлкен мен соны істей аламын, мен мынаны аттап жете аламын. Мен мысалы өз-өзіне сенсе, ол өзіне мотивацияны жасай алатын еді ғой. Енді сенбейді дегенде біз болған не бар ғой, сабағымызда бар, айтып жүрміз. Адамдарға сенімділік керек емес. Адам никогда еш уақытта адам өз-өзіне сенбейді ол. Сенімді адам дегеннің өзі де өз-өзін алдап жүрген адам ол. Адам өзіне сенбейді. Түсінді ме? Адам тек қана батылдық ете алады, болды. Түсінді ме? Сондықтан адамға сенімділік деген нәрсе керек емес. Сенімді болуға талпыну да қажет емес. Адамға тек қана батылдық керек. Аласың, істейсің. Сол сияқты Оскар Хартман деген жігіт бар ғой. Соның кітабы шықты ғой, білесіздер. Делай, просто делай дейді, болды. Сенімді бол деген жоқ та. Батыл бол дейді. Ма? Жалпы еш жерде негізінде біздің шариғатта да сенімді бол, өз-өзіңе сенімді бол деген нәрсе жоқ. Аллахқа сенімді бол деген бар. Яғни Аллахқа сен деген нәрсе бар. Өзіңе сен деген нәрсе жоқ. Алла Тағала не деп айтады? Құранда аят бар. Бір күні сіздерге шығарып беремін, қандай аят екенін. Қараңыз. Құлдарыма айт дейді, пайғамбарға айтып тұр. Құлдарыма айт дейді. Олар маған сенсін және тәуекел етсін дейді. Көрдіңіз ба? Аллахқа сенуіміз керек біз, өзімізге емес. Аллахқа сенуіміз керек біз. Сосын тәуекел етеміз. Бұл батылдық. Бітті. Менде бір осыған сіздің сөзіңізден кейін есіме түсіп тұр. Каждый раз сондай бір қиын жағдайға тап болған кезде өзіме іштей айтам. Сондай мағынадағы хадис бар, қателеспесем, сен көтере алмайтын сынақты Алла саған бермейді деп. Аят бар. Демек саған осындай сынақ келді ма, білді, сен бұны жеңіп шыға алатыныңды білді. Және осыны жеңіп шыққаннан кейін сенің мықты бола түсетініңді білді деп. Сонда мен қандай да қиыншылыққа түскен кезде, депрессияға түскен кезде мен білем, бұны жеңіп шығу менің қолымнан келеді. Менің қолымнан келетін болғандықтан да менің мойнымда осындай қиыншылық бар деп. Және содан кейін одан бірнеше рет содан шыққан сәттер болды. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеген сияқты, депрессияға түсіп одан шығып жүргенше депрессияға түспеудің жолын іздеу керек. Болды, солай айтайын. Жақсы. Бүгінгі подкаст сіздерге ұнады деген сенімдемін, өйткені мен өзімде жақсы әсер алып отырмын. Алдағы уақытта тағы қандай тақырыптар жөнінде сөз қозғай, қандай тақырыптар жөнінде подкаст болғанын қалайсыз? Комментарийға жаза кетіңіз. Және де осы подкастты көру керек болған досыңызға жіберіңіз WhatsApp арқылы, Instagram арқылы. Осыны көріп, біраз ой түйсін. Біздің каналға тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта көп деген сізге пайдалы видеолар шығатынына мен сенімдімін. Және де сіздерге пайдалы болу үшін әлі де біраз жұмыс жасайтын боламыз. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.